Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тілдік қарым-қатынас талаптары деп аталады. Сабағымыздың оқу мақсаты эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап, не суреттеп жазу. Енді, балалар, тілдік қарым-қатынас кезінде қандай ережелерді сақтау керек деп ойлайсыңдар? Сендер адамдарға ұнау үшін қандай ережелерді сақтайсыңдар? Ендеше, біз сіздермен адамдарға ұнауға мүмкіндік беретін ережелермен танысайық. Адамдарға ұнауға мүмкіндік беретін 6 ереже берілген сендерге. Басқа адамдарға шын ниетпен ықылас білдіріңіз. Күлімсіреңіз. Қасыңыздағы адамның есімі қай тілде болсын, ол оның құлағына жағымды естілетінін естен шығармаңыз. Жақсы тыңдаушы бола біліңіз. Өзге адамдарды өздері туралы көбірек айтуға ынталандырыңыз. Әңгімелесуші адамыңызды қызықтыратын тақырыпта әңгіме айтыңыз. Әңгімелесуші адамды оның өмірде алатын өзіндік орны бар екендігіне сендіріңіз, және оны шын ниетпен жасаңыз. Балалар, тілдік қарым-қатынас талаптарын сақтау үшін сендер қандай ережелерді қосар едіңіздер өздеріңіз? Сөйлесу барысында осы ережелерді сақтау неге маңызды деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарға ойланып көріңдер. Енді балалар, оқулықтарыңның 19 бетіндегі 6 тапсырмаға назар аударыңдар. Сөйлеу мәдениетіне баулу, тәрбиелеу, халықтың ата-бабадан келе жатқан дәстүрі. Бірде баласы, әке, дұрыс сөйлегенде қалай сөйлеу керек еді деп сұрайды. Ұлы. Сонда бөлтірік шешен, жатқа сөйлеме, жаманға сөйлеме, асырып сөйлеме, батырып сөйлеме. Жаман сөзден жақсы сөз дұрыс. Жаманға айтқан сөзден жақсыға айтқан сөз дұрыс. Ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс. Айтылмай қалған сөзден айтылып қалған сөз дұрыс. Сөйлемес жерді білсең, сөйлемес жерде сөйлемей қалуды білсең, бәрінен де сол дұрыс деп жауап берген екен бөлтірік шешен. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Осы мәтіннің идеясы не жайында деп ойлайсыңдар? Осыған ойланып көріңдерші. Бөлтірік шешен сөзге қандай анықтама берді? Дұрыс сөйлеу әдептілігі жөнінде не деп айтты? Шешеннің ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс дегені нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарға ойланып көріңдер. Енді осы оқулықтарындағы 6 тапсырма, осы мәтін, балалар осы мәтінді құрылымына қарай кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерге бөлесіңдер. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, тілдік қарым-қатынас талаптарын сақтап, әдепті сөйлеп, жаман сөзден гөрі жақсы сөзді көп айтуға тырысайық. Не айтсақ та ойлап сөйлеп, асыра сөйлемейік. Жақсы әңгімелесуші болайық. Көпшілік алдында жарасымды сөйлеп, сөйлеу мәдениетімізді жоғары деңгейге көтерейік. Сонда ғана тілдік қарым-қатынас талаптары сақталады деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.